Ақтауда бас қосқан 100-ден астам этномедиация институтын дамыту туралы уағдаласты. Республикалық форумға ассамблея мүшелері, қоғам белсенділері, тағда басқа азаматтар қатысты. Маңызды шара Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына арналған. Жиында этносаралық мәселелерді қарау кезінде алгоритммен жұмыс істеу әдістері талқыланды. Этномедиаторларды даярлау бағдарламасына қатысты түйткілдер де сөз болды. Айта кетейік, 2023 жылдан бері елімізде 15 мыңдай даулы іс этномедиатордың араласуымен оң шешімін тапты. Этномедиация аясында біз 3 бағыт бойынша жұмысымызды атқарамыз. Мысалы, біріншісі ол алдын алу жұмыстарда. Сонымен бірге мәселелер туындаған кезінде біз осы мәселелерді шешу жұмыстарды да атқарамыз. Және де ары қарай мәселе біткеннен кейін, шешілгеннен кейін ары қарай реттеу жұмыстары, себептермен жұмыс істеу біздің халқымыздың арасында татулық та бар. Бірақ сол татулықтан айырылмау үшін және де күшейту үшін біз әрине әрқашанда дайын болуымыз керек және де осы бағытта біз жұмыс істеуіміз керек.